Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте жұмсақ әрі дәмді котлеттердің рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Ол үшін бізге тартылған сиыр еті, пияз, сәбіз, сүтке езілген нан және дәміне қарай тұз, бұрыш қажет болады. Ең алдымен пияз бен сәбізді өткіштен өткізіп аламыз. Тартылған етімізді алып, үстіне пияз бен сәбізді саламыз. Артынша сүтке езілген нанымызды салып, дәміне қарай тұз, бұрыш қосып, жақсылап тұрып араластырамыз. Ендігі кезекте видеода көрсетілгендей котлеттерімізді алдымен ұнға батырып пішінге келтіреміз. Дайын болған котлеттерімізді қызып тұрған майда әр бетін 2-2,5 минуттай қуырып аламыз. Котлеттеріміз орташа отта қуырылуы қажет. Котлеттерімізді қуырып болғаннан кейін табамыздағы майды тазартып, қайтадан табамызды қыздырып, котлеттерімізді саламыз. Жарты бокал қайнаған ыстық суға 1 шай қасық томатты араластырып, котлеттеріміздің бетіне құямыз. Тағы да 20-25 минутқа баяу отта бұқтырамыз. Мінекей достар, біздің котлеттеріміз дайын болды. Өте дәмді әрі жұмсақ болып шықты. Сіздер де міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздермен болған мен Сымбат. Егер де менің видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.